Александр Пичушкин 1992 жылдан 2006 жылға дейін Мәскеуде Александр Пичушкин кем дегенде 49 адамды өлтірген. Бар болғаны 32 жасында бицепс маньягі немесе шахмат өлтірушісі деген лақапатқа ие болды. Александр негізі 64 кісі өлтіруді көздегенін айтқан. Бұл сан шахмат тақтасындағы ұяшықтар санына сәйкес келеді. Алғашқы қылмысын ол 1992 жылы 18 жасында жасаған. Сыныптасын өлтіріп денесін бицепс саябағы аумағындағы канализацияға тастады. Осынан кейін ол ұзақ уақытқа тынышталып, 1996 жылға дейін қылмысын жасамаған. Дәл сол жылы Ресейде өлім жазасы жойылды. Оның сөзінше бұл шешім оған қылмысын жалғастыруға сенімділік берген. Негізгі құрбандар көбінесе қарт үйсіздер болды. Ол оларды өз үйінің маңындағы бицепс саябағында аңдып жүріп өлтірген. Пичушкиннің ең үлкен қатесі 2006 жылы маусымда әріптесі Марина Москалеваны өлтіруі болды. Егер кездесуге шығар алдында ұлына жазба қалдырып, онда Пичушкиннің атын және телефон номерін көрсетіп кеткен. Қылмыскер бұл жазба туралы білгенімен алған бетінен қайтпады. Бұл оның шектен тыс өзімшілдігі мен жазаланбайтынына деген сенімділігін көрсетті. Ақырында дәл осы жазба оның қолға түсуіне себеп болды. Әйелдің денесі табылғаннан кейін полиция бақылау камераларына жазбаларды қарап, Пичушкинді анықтады. Қолға түскен соң ол еш қымсынбастан тергеушілерге қылмыс орындарын көрсетіп, не жасағанын егжей-тегжейлі баяндаған. 2007 жылы сот оны кінәлі деп танып, өмір бойына бас бостандығынан айырды. Кит Хантер Джасперсон 1990 жылдан 1995 жылға дейін Кит Джасперсон ақш аумағында кем дегенде 8 әйелді өлтірген. Бойы шамамен 2 метр болған ол жүк көлігінің жүргізушісі болып істеді және кәсібін трассаларда құрбан таңдауға пайдаланды. Оның құрбандары көбіне баспанасыз әйелдер немесе жезөкшелер еді. Алғашқы құрбаны Тайня Беннет 1990 жылдың қаңтарында Орегон штатында болған. Олар барда танысып, кейін Джасперсон оны үйіне шақырған. Бірақ араларында жанжал шығып, әйелдің өлімімен аяқталған. Алайда тергеу күтпеген бағытта өрбіді. Қылмысы жасаған деп Лаверна Павленик пен Джон Сосновский қамалды. Кейін белгілі болғандай Лаверна тиран жолдасынан құтылу үшін ертек ойлап тапқан. Яғни жасамаған қылмыс үшін күйеуін қаматып жемекші болған, бірақ өзі де бірге қамалып кетті. Джасперсонға ол жасаған қылмыстың даңқын басқа біреулер иеленіп кеткені ауыр тиді. Назар аударуға деген құмарлығы ақыры оның төбіне жетті. Ол полиция мен ақпарат көздеріне хат жаза бастады. Онда жасаған қылмыстарын егжей-тегжейлі сипаттады. Бұл хаттарға ол күлімсіреген смайликтердің белгісін қойып отырды. Осыдан кейін оған күлімсіреген қылмыскер деген лақапат берілді. Хаттарда жеткілікті резонанс тудырмаған соң, ол тіпті шектен шығып, автотұрақтардың біріндегі әжетханаға қылмысты жасағанын растайтын мойындау жазып кетті. Джасперсонды 1995 жылдың наурыз айында соңғы құрбаны Джулия Уиннингемді өлтіргеннен кейін ұстады. Полиция артынан келе жатқан жақсы білген қылмыскер өзі барып берілді. Қазір ол өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жатыр. Оны ең ерте дегенде 2060 жылы ғана босатуы мүмкін. Бірақ оған бұл күн ешқашан Джасперсонның басына келмейді деп үміттенеді. Роберт Берделла 1984 жылдан 1987 жылға дейін Роберт Берделла Канзас-Сити қаласында, Миссури штатында, яғни кем дегенде 6 ер адамды ұрлап, азаптап соңынан өлтірді. Сырт көзге ол жай ғана 40-қа таяған антиквариат сатушысы болып көрінетін, бірақ Шарлот көшесіндегі үйінің жабық есігінің ар жағында ол қорқынышты 200-ді өмір сүрді. Берделла құрбандары не істеген құпты және егжей-тегжейлі жазып отырған. Ол ер адамдардың үйіне көмек көрсетемін деген желеумен шақыратын. Кейде баспана ұсынып алдап түсіретін, ал кейде тамағына немесе сусынына есірткі қосып жіберетін. Құрбаны есінен танысымен оны төсекке байлап, бірнеше күнге, кейде одан да ұзақ уақытқа созылатын азаптауларға кірісетін. Бәрін суретке түсіріп отырды, соңынан оны жинақ етіп жинады. Егер соңғы құрбаны Кристофер Врайсон болмағанда, Берделла жазадан құтылып кетуі де мүмкін еді. 1988 жылдың 29 наурызында 4 күн бойы тұтқындықта болған Брайсон Берделла қасынан байқамай қалдырған шырпы мен арқанын күйдіріп босап шықты. Тез ішкі киіммен екінші қабаттан секіріп түсіп, жақын маңдағы үйге жетіп көмек сұрады. Полиция Берделланың үйінен кіргенде нағыз тозақты көрді. Азаптау күнделіктері, жүздеген суреттер, арқандар, құралдар, ал шкафта адамның бас сүйегі. Содан соң аулада көміліп жатқан бас табылды. Берделла 6 кісі өлтіруін мойындап, өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Ол түрмеде жүрек талмасынан 1992 жылдың 8 қазанында 43 жасында қайтыс болды. Чарльз Каллен 1988 жылдан 2003 жылға дейін Чарльз Каллен есімді дәрігер өз мойындауынша 30-дан 40-қа дейін науқасты өлтірді. Ол Нью-Джерси мен Пенсильвания штатындағы ауруханаларда жұмыс істеген. Оның әдісі қарапайым, бірақ өлімге әкелетін еді. Науқастарға аса жоғары дозада дәрі-дәрмектер салатын. Көбіне инсультқа қарсы немесе жүрек ауруына қолданатын дигоксин препаратын қолданатын. Науқастардың көпшілігіне бұл дәрілер мүлде қажет болмаған, бірақ Каллен оларды өз бетімен тағайындап, жүрек тоқтауы немесе қайтымсыз команы тудыратын. Комадан әрине адам ешқашан шыға алмаған. Каллен әртүрлі клиникаларда жұмыс істегендіктен оны ұзақ уақыт бойы әшкерелеу мүмкін болмады.
Алайда шешуші қателікті ол Нью-Джерсидегі Саммерс медициналық орталығында жасады. Сол жерден ол өзінің жауапкершілігіне кірмейтін науқастардың компьютерлік деректерін қарай бастады және оларға мүлдем тағайындалмайтын дәрі-дәрмектерге тапсырыс жасады. Бұл жағдай автоматтандырылған бақылау жүйесінің назарына аударды. Жүйе күдікті сәйкестіктерді анықтап, оларды кенеттен болған өлім жағдайларымен байланыстырды. Ал ақыры полиция шақыруға себеп болған жағдай бір науқас дигоксиннің айнымалды жоғары деңгейімен қайтыс болуы. Бұл препарат оған ресми түрде тағайындалмаған болатын. Калленді 2003 жылы қазан айында тұтқындағанда ол бірден бәрін мойындады. Оның сөзінше ол 30 немесе 40 адамды өлтірген. Әрі өзінің әрекеттерін мен адамдарды азаптан құтырдым деп сипаттады және өзін ақтап алғысы келді. Бірақ шындығында олардың көптеген құрбандары тіпті ауыр дертке шалдықпағандар еді. 2004 жылдың сәуірінде ол ресми түрде 13 науқасты өлтірген және тағы екеуін өлтіруге әрекет жасағанын мойындады. Сот оны 11 рет өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Ол шартты түрде мерзімнен бұрын босатылуды 2403 жылдан ерте ала алмайды. Дин Корл 1970 жылдан 1973 жылға дейін Техас штатында Хьюстон қаласында 33 жастағы Дин Корл кем дегенде 29 жасөспірімді өлтірді. Оны бейресми түрде Хьюстон қасапшысы деп атаған, бірақ ол қылмыстарын жалы жасамаған. Оған 2 жасөспірім көмектескен: Дэвид Брукс және Эльмир Уэйн Хенли. Олар жасөспірімдерді сыра, есірткі немесе кешке шақырамыз деп алдап, Корлдың үйіне апаратын. Сол жерде құрбандар қақпанға түсетін. Кейбіреулері ойын деп ойлап, қолына кісенді өз еркімен тағып алатын. Басқаларын күшпен байлап тастайтын. Оларды ағаш тақтаға бекітіп, содан кейін азаптауға салатын. Корл ешкімді аямайтын. Бәрін өзгерткен күн 1970 жылдың 8 тамызында келді. Хенли үйге 2 досын ертіп келді: Ким Керли және Ронда Уильямс есімді қыздарды. Корл ашуланды, себебі ол үйде қыздарды көргісі келмейтін. Кейінірек үшеуі де ішімдік пен есірткінің әсерінен есен танып қалған кезде Корл оларды байлап, үшеуіңді де өлтіремін деп мәлімдеді. Хенли өзін босатуды сұрап, көмектесемін деп уәде берді. Ал бостандық алған бойда қасында тұрған қаруды алып, ұстазындай көретін Корлды атып салды. Содан соң Хенли бірден полицияға хабарласып, барлығын айтып берді. Тергеу барысында құрбандардың денелері қайық сарайынан, жағажайлардан және көл маңдарынан табылды. Хенли де Брукс та жаппай кісі өлтіруге қатысқаны үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Уэйн Уильямс 1979 жылдан 1981 жылға дейін Джордж штатының Атланта қаласында жас қара нәсілді елемен жасөспірімдер жоғалып өлтіріліп отырды. Жалпы құрбандар саны кемінде 29 адамды құрады. Полиция олардың басым бөлігін бір адам ғана өлтірді деп сенді. Олардың барлығын өлтірген 23 жастағы әуесқой музыкант продюсер Уэйн Уильямс еді. 1981 жылдың 22 мамырына қараған түні полиция өзен үстіндегі көпірді бақылап тұрды. Бір мезетте олар суға бірдеңенің құлаған дауысын естіді. Бірнеше секундтан кейін көпір арқылы бір көлік өтті. Бұл көліктің иесі Уильямс болып шықты. Оны тоқтатып сұрақ жауап алғанда, ол ойдан шығарылған әнші Шерил Джонсон жайлы сенімсіз әңгіме айтты. 2 күннен кейін судан 27 жастағы Наталия Кейтердің денесі табылды. Кейін екінші Джимми Рейн Пейннің денесі табылды. Негізгі айғақ кілемнің талшықтары болды. Құрбандардың денелерінде сирек кездесетін кілемге тән бөлшектер табылды. Бұл кілемнің өзі Уильямстың үйінде төселіп тұрған еді. 1981 жылдың 20 маусымында Уильямс қамауға алынды. Ол 2 кісі өлтіргені үшін кінәлі деп танылып, өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Полиция оның құрбандары әлдеқайда көп деп санайды, алайда қалған істер бойынша дәлел жеткіліксіз болды. Бобби Джо Лонг 1984 жылдың наурызынан қарашасына дейін Флорида штатының Тампа Бей аумағында Бобби Джо Лонг кем дегенде 10 әйелді өлтірді. Ол кезде оның жасы 31-де болатын. Өз құрбандарын ол алыс аудандарға апарып, денелерін айдалаған немесе тас жоталардың арасына тастайтын. Алайда бәрі 1984 жылдың 3 қарашасында өзгерді. Сол күні оның құрбаны 17 жастағы Лиза Маквей болды. Лонг оны пәтерінде 26 сағат бойы ұстап зорлады. Бұл оқиғаның басқа қыздармен болған оқиғалардан айырмашылығы, ол Лизаны өлтірмей босатуға шешім қабылдады. Қыздың көзіне таңғыш тағып, алып кеткен жеріне қайта әкеліп жай ғана қоя береді. Бірақ Лонг көзінің өміріндегі ең үлкен қателікті жібергенін әлі аңғармады. Өзін тірі қалмайды деп ойлаған Лиза керемет батылдық пен тапқырлық танытты. Ол әдейі Лонгтың жуынатын бөлмесінің әр жеріне саусақ іздерін қалдырып отырды. Сондай-ақ оның пәтеріне дейін қанша қадам екенін санады. Көлігінің салонын қолмен сипағанда, оның қандай екенін есте сақтады. Ең ұсақ түйек детальдарға дейін белгілеп отырды. Оның бәрін ол көзі байлаулы күйде жасады. Бостандыққа шыққан сәттен бастап Лиза бірден полицияға жүгінді. Ол өзінің ұрлап әкетушісі қызыл Магнум көлігімен жүргенін және пәтерінің сипаттамасын айтып берді. Осы мәліметтердің арқасында полиция Лонгты тез арада тапты. Ол 1984 жылдың 16 қарашасында тұтқындалды.
Жиналған айғақтар оның көптеген кісі өлтірулер істерімен байланысын дәлелдеді. Тергеу кезінде ол кісі өлтіруді және көптеген басқа шабуылдарды мойындады. Бобби Джо Лонг кінәлі деп танылып, өлім жазасына кесілді. Ол 34 жыл түрмеде отырып, үкім орындалғанға дейін өмір сүрді. 2019 жылдың 23 мамырында ол өлім жазасына кесілді. Ал Лиза Макфей тірі қалғанымен қоймай, құқық қорғау органдарының қызметкері болды. Ол өмірін әділет үшін күреске арнады. Сол әділеттілікті ол 17 жасында Бобби Джо Лонгтың қанды қылмыстар сериясына нүкте қою арқылы орнатуға көмектескен еді. Андре Дезире Ландрю 1915 жылдан 1919 жылға дейін Францияда Андре Дезире Ландрю кем дегенде 11 адамды өлтірді. Ол шамамен 40 жаста еді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол әдейі жесір әйелдерді майданда күйеулерінен айырылғандарды іздестіріп қылмысқа тартқан. Ландрю өзін абыройлы жесір еркек ретінде көрсетіп, жаңа махаббат пен отбасы іздеген адам секілді газеттерге хабарландыру беретін. Ол әйелдерді әсіресе ақшасы мен жылжымайтын мүліктері барларды арбайтын. Ландрю оларды бар дүниесін сатып, өзімен бірге ауылдағы үйіне көшіп келуге үгіттейтін. Сол жерде ол оларды өлтіріп, мүліктерін иемденіп, денелерінен із-түзсіз құтылатын. Бірақ бұл ұсақ сияқты көрінген деталь оның қателігіне айналды. Тергеушілер байқағандай, ол құрбандарына әрқашан тек бір бағытта ғана билет сатып әперген, ал өзіне барып қайтуға. Бұл күдікті үлгі Ландрюдің әйелдердің ешқашан кері қайтпайтын алдын ала білгенін көрсетті. Тікелей айғақтар болмады, денелер де, куәгерлер де табылмады. Бірақ оның үйіндегі пештен және бақшасынан сүйек сынықтары мен тістер табылды. Бұл деректер, билеттер әйелдердің жоғалуына жеткілікті дәлелге айналды. 1921 жылдың 30 қарашасында Ландрю 10 кісі өлтіру бойынша айыпты деп танылды. Ал 1922 жылдың 25 ақпанында гильотинде өлім жазасына кесілді. Француз баспасөзі оны жаңа көк сақал деп атап кетті. Оның оқиғасы әлі күнге дейін Франция тарихындағы ең қорқынышты қылмыстық алаяқтық пен қанды кісі өлтірулердің бірі болып саналады. Моррей Тревис 2000 жылдан 2002 жылға дейін Миссури штаты Сент-Луис қаласының маңындағы 36 жастағы даяшы Моррей Тревис кемінде 12 әйелді өлтірді. Оның құрбандары көбінесе жезөкшелер болатын. Оларды үйіне алдап апарып, жертөлесінде арнайы жабдықтарға азаптау бөлмесінде ұстап, не істегенін барлығын бейнежазбаға жазып отыратын. Әлбетте, ол осылай жалғастыра берер ме еді? Белгісіз, бірақ бір қателік оны тоқтатты. Газетте Тереза Уилсон атты құрбан жайлы мақала жариялаған соң Тревис шыдай алмады. Ол редакцияға анонимді хат жолдады. Хатта: "Мен сендерге басқа көптеген құрбандардың қайда жатқанын айтып беремін. Сенбейтін болсыңдар, міне 17-ші нөмірлі денеге апаратын бағыт" деген хат жолдады. Шынымен де хатпен бірге мәйіт жатқан жерге апаратын картаны қосып жіберді. Бірақ Тревис бір нәрсені елемеді. Карта Matkways.com сайтынан басып шығарылған еді. Ал бұл сайт өз қолданушыларының деректерін сақтап отыратын. ФБР осы картаны пайдаланған IP адрестер тізімін сұратты. Соның ішінен біреуі тікелей Тревистің үйіне апарды. 2002 жылдың маусым айында полиция оның үйін тінтті. Жертөледе азаптау бөлмесін, кісі өлтірулер жайлы газет қиындысын және өзі түсірген бейнежазбаларды тапты. Тергеу кезінде Тревис өзін тағы да бір әшкерелеп қойды. Ол тергеушілерден "Мен өлтірген қыздарды көре аламын ба?" деп сұрады. Ал ол кезде тергеушілер әрі әйелдердің өлгенін айтпаған болады. Қосымша айғақ ретінде оның қалдырған газдалған сусын құтысынан табылған ДНК-сы дәлел болды. Ол екі жәбірленушінің денесінен табылған үлгілермен сәйкес келді. Іс толықтай дерлік аяқталды. Бірақ қамауға алынғаннан кейін 3 күн өткен соң Тревис түрме камерасында өзін-өзі өлтірді. Яғни өзіне қол салды. Ол жасаған қылмыстары үшін сол күйі жазасын тартпады. Осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса міндетті түрде каналға лайк басып тіркеліңіз.